Қадір түнін ғибадатпен өткізгендей сауап алатын қабір азабынан қорғайтын және 30 күнәні жоятын Құран сүресі. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уә сәллям былай дейді: Құран кәрімде 30 аяттық бір сүре бар. Кім ол сүрені ұйықтар алдын оқыса, ол кісіге 30 сауап жазылады, 30 күнәсі кешіріледі, 30 дәреже көтеріледі. Алла тағала ол кісіге бір періште жібереді. Ол періште ол кісінің үстіне қанатын жайып, оянғанша оны барлық нәрседен қорғайды. Ол сүре қабірде өзін оқыған кісіге азап болмас үшін күреседі. Міне ол сүре Мүлк сүресі. Асхаби кирамнан бірнеше кісі бір жерге шатыр құрған еді. Бұл жерде бір қабірдің бар екенін білмеген еді. Шатыр астында Мүлк сүресінің оқылып жатқаны естілді. Алла елшісіне саллаллаху алейхи уә сәллям мұны айтқанда ол, бұл сүре адамды қабір азабынан қорғайды деді. Абдуллах ибн Аббас радиаллаху анху былай деді: Мүлк сүресін оқы. Оны жаттап ал. Бала-шағаңа және көршілеріңе де үйрет. Себебі бұл сүре азаптардан құтқарушы. Оқыған адамға Хақ тағаланың алдында шапағатшы. Егер адам оны жаттап алған болса, Алладан оны тозақтан құтқаруын сұрайды. Алла тағала мұның себебімен әлгі адамды қабір азабынан құтқарады. Мүлк сүресін оқымастан жатпа. Өйткені өлетін болсаң, қабірде саған жолдас болады. Әр түні Мүлк сүресін оқыған адам Қадір түнін ғибадатпен өткізгендей сауапқа ие болады. Мен Мүлк сүресінің үмбетімнен әр адамның жүрегінде болғанын жақсы көремін. Әл-Мүлк сүресі өкімет, билеуші, тікелей мағынасы патшалық, қасиетті Құран кәрімнің 30 аяттан тұратын 67-ші сүресі. Бұл есім Алла тағаланың 99 есімдерінің бірі. Сүреде Алла тағаланың шексіз құдіретті күшті екені еске салынады және кімде-кім пайғамбардың саллаллаху алейхи уә сәллям ескертулерін меңземейтін болса, онда ол жаһаннамда отқа оралатыны ескертіледі. Құранда 30 аяттан тұратын сүре бар. Кім оны оқыса, қияметте оның күнәсі кешірілмейінше шапағат етуін тоқтатпайды. Ол Мүлк сүресі. Әбу Дәуд. Мүлк сүресі жамандықтардың алдын алушысы және құтқартушысы. Ол қабір азабынан қорғайды. Мүлк сүресін әр түні оқыған адамнан Хақ тағала қабір азабын алып тастайды. Мұхаммед ибн Алхами былай дейді: әр түні тәбәрәка Мүлк сүресін оқығаннан қабір сұрақтары сұралмайды. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уә сәллям былай дейді: Құран кәрімде 30 аяттық бір сүре бар. Кім ол сүрені ұйықтар алдын оқыса, ол кісіге 30 сауап жазылады, 30 күнәсі кешіріледі, 30 дәреже көтеріледі. Алла тағала ол кісіге бір періште жібереді. Ол періште ол кісінің үстіне қанатын жайып, оянғанша оны барлық нәрседен қорғайды. Ол сүре қабірде өзін оқыған кісіге азап болмас үшін күреседі. Міне ол сүре Мүлк сүресі. Мұхаммед бин Алхами былай деді: әр түні тәбәрәка Мүлк сүресін оқығандарға қабір сұрағы сұрамайды. Абдуллах ибн Мәсуд былай деді: біреу қайтыс болып қабірге түсірілген кезінде азап періштелері мәйіттің басына келеді. Бас оларға: оған жоламаңдар, өйткені ол маған Мүлк сүресін оқыды дейді. Содан соң қарын жағына барып отырады. Ол да: оған жоламаңдар, өйткені ол менде Мүлк сүресін жаттап сақтаған дейді. Осы себептен бұл сүреге қабір азабына бөгет мағынасында мания делінген. Абдуллах ибн Мәсуд былай деген: кімде-кім әр түні Мүлк сүресін оқыса, Алла тағала мұның себебімен ол кісіні қабір азабынан құтқарады. Кімде-кім осы сүрені таң намазынан кейін оқуды әдетке айналдырса, Алла қалауымен шексіз мейірімі мен рахметіне бөленеді. Егер кімде-кім бейсенбіден жұмаға қараған түні түн ортасында ұйқыдан тұрып, дәрет алып, 2 рәкағаттан тұратын намаз оқып, оның бірінші рәкағатында Әл-Фатихадан кейін Әл-Мүлк сүресінің 15 аятын оқып, ал екінші рәкағатында Әл-Фатихадан кейін Әл-Мүлк сүресінің қалған 15 аятын оқып, намазын келесі салауатпен: мәңгі, тірі, жалғыз, тәуелсіз, еш нәрсеге мұқтаж емес, бәрі оған мұқтаж болған Мұхаммедке және оның ұрпақтарына Алланың салауаттары болсын деп тәмамдап, өзінің тілектерінің орындалуы жайлы дұға етсе, Алланың қалауымен оның дұғалары қабыл болады. Егер қиындық көріп жүрген әлдекім таң сәрісінде дәрет алып, бұл сүрені 21 рет оқыса, Алла тағаланың қалауымен қиындықтан құтылады. Егер кім бұл сүрені оқуды әдетке айналдырса, тек бұл өмірде ғана емес, арғы өмірде де Алланың мейіріміне бөленеді, тозақ отынан және өлім сәтінде шайтанның арам ойларынан қорған табады. Жер патшалығы құдірет уысындағы Алла аспан мен жерде оның қалауымен ғана әрекет етеді. Ол өлім және тіршілікті сендердің қайсыларың ізгі іс жүзінен жақсырақ екенін сынау үшін жаратқан. Бірде Мұса пайғамбар алейхиссалам өлім туралы ойланып отырып: о жаратушы ием, адамдарды өлтіретін болсаң, оларды не үшін жараттың? дейді. Бұған жауап ретінде Алла тағала Мұса пайғамбарға алейхиссалам дән себуді бұйырады.
Мұса пайғамбар, алейхиссалам, бидай егіп, егістікті күтіп, суарады. Уақыты келгенде егін бітік шығады. Мұса пайғамбар, алейхиссалам, егінін орып, қамбаға бастыруға кіріседі. Сол кезде Алла тағала оған: «О, Мұса, немен шұғылданып жатырсың?» дейді. «О, жаратушы ием, мен егінді ордым, қазір дәнді сабаннан тазартып жатырмын» деп жауап қатады. Сонда Алла тағала: «Міне, сенің сұрағыңа жауап осы, Мұса. Өлім ораққа ұқсас. Орғаннан кейін дәннің сабаннан екшеленетіні сияқты өлім тақуа адамдарды күнәһарлардан ажыратады» деген екен. Алла тағала Әл-Мүлк сүресінің 2-ші аятында: «Алла сендерді істеріңе қарай сынау үшін өлім мен өмірді жаратты» деген. Абдулла ибн Аббас, радиаллаху әнхума, пайғамбарымыздың салаллаху алейхи уә сәлем әрбір мұсылманның жүрегінде Мүлк сүресінің болуын қалағанын һәм тілегі мен үміті болғанын жеткізеді. Біз Мүлк сүресін жаттап, терең ұғыну үшін барлық күшімізді салуымыз керек. Егер бұл сүрені білсек, оны жиі айтып жүруіміз керек. Егер білмесек, міндетті түрде білуіміз керек, немесе тез арада жаттап алуға тырысуымыз қажет. Егер ол кісі кәрі болса, жаттаудан үмітін үзбей, күніне бір аяттан оқуға дағдылануы керек. Алла елшісінің салаллаху алейхи уә сәлем арманын жүзеге асыру үшін біз міндетті түрде бұл сүрені білуіміз әрі амалға асыруға тиістіміз. Мүлк сүресіне тафсир жасаған муфти Ибрагим Дисай, хафизахуллах, былай дейді: «Мен бір күні шейх Ахмад Дидатқа, рахимахуллах, жасы ұлғайған шағында зиярат жасадым. Шейхтің қонақ бөлмесінде отырғанымда шейхтің киімінің ішкі қалтасынан бірнеше карточкалар алғанын көрдім. Ол кісіден карточкада не жазылғанын сұрағанымда, оны маған көрсетіп, ол жерде Құран аяттары жазылғанын айтты. Мұның сырын сұрағанымда, ол Құран аяттарын жаттағысы келсе, оны жазып, ішкі қалтасында ұстайтынын, мүмкіндік болса, кез келген уақытта аяттарды оқып, қайталап, жаттап, өз білімін шыңдайтынын айтты». Шейхтің айтуы бойынша, адамдар ол кісіні араб тілінің маманы және хафиз кісі деп ойлайды екен. Алайда шейх өзінің ондай адам емес екендігін, бірақ сондай дәрежеге жету үшін тырысып бағып жүргенін айтқан. Ол кісімен сұхбат жүргізген кезде жасы шамамен 80-де еді. Бұл оқиға бізге Құран аяттарын жаттау үшін үлкен үміт сыйлады.